Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін творожный пирог жасағалы отырмын. Маған қажет сары май, жұмыртқа, қант, разрыхлитель, ванилин және ұн. Алдымен сары майымды ертіп аламын. Суығасын жұмыртқа мен қантты қосып, үшеуін жақсылап араластырамын. Болғаннан кейін ұн мен разрыхлитель екеуін кезек-кезек сала отырып, тағы да араластырамыз. Енді шай қасықтың ұшымен кішкене ғана ванилин саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, кейін қолымыздың көмегімен еттің қамыры сияқты қолымызбен басып, целлофанға салып, холодильникке қоямыз. Енді творогымызды дайындаймыз. Творогқа бір жұмыртқамызды және қант, сәл ғана ванилин қосып, барлығын блендермен араластырасыздар. Блендер болмаса, шанышқымен де араластырсаңыздар болады. Міне жақсылап блендермен езіп алдық. Міне қамырды табаға салып, үстіне творогымды әдемілеп жайып, пешке саламын. Енді әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан, қамырларыңыз қызарғанша қоясыздар. Міне пирогымыз дайын. Дәмі өте керемет. Астарыңыз дәмді болсын.